Yağımız. Крем. Kim? Su. Süper. Подожди. Qo'ymay aytsa. Kum. Men mama asabda sen qo'ymay otak. Super deb ayt. Süper. Super de. Süper. Krem sup super de. Kim süper. Давай. Барлықтарыңызға үлкен сәлем достар. Баршаларыңызды көргеніне қуаныштымын. Қазір мен үйде крем суп жасайын деп жатырмын кабачоктан. Кабачокты білесіздер, өте пайдалы, құрамында С витамині өте көп. Сондықтан менімен бірге крем суп кабачоктан жасаймыз. Мен сіздерге қазір көрсетемін. Ең бірінші бізге керекті ингредиенттер олар 2 кабачок, 1 сәбіз, пияз, чеснок және сливки қажет болады. Бар болған. Ең бірінші пияздан бастаймыз. Әрине пияздың сыртын ашып алайық. Чеснок. Бізге сәбіз қажет болады. Сәбіз. Енді бізде 2 кабачок қалды. 2 кабачокты ашамыз. Кабачоктың да сырттарын ашып алып, крем суп жасайық. Бұл кезде нежный крем суп шығады. Нежный, воздушный. Прям ол крем суп. Кабачоктың құрамында С витамині өте көп, и Е витамині. Яғни, кімде кожамен проблема бар, соларға өте пайдалы сорпа. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Кожаларыңыз упругая болады. Так, шет жағын, бас жағын алып тастаймыз и ашамыз. Сковородкаға сары майды салып қойдым. Қазір біздің сковородкамыз суиды осылай. Сковородкаға сары майды салдым. Қазір осының үстіне мен пияз бен чеснокты саламын. Осы жерде мен пияз бен чеснокты саламын бірден. Можно было чеснокты отдельно, но можно. Енді пиязымыз бен чеснокты салғаннан кейін, оның үстіне біз сәбізімізді саламыз. Так, сәбізімізді саламыз. Араластырамыз. Енді кабачогымыз тура берсек болады. 2 кабачокты сыртына ашып алдым. Ортасынан бөліп, кәдімгі қатты крупный емес, қатты мелкий. Кішкене мөлшерде су құямыз. Бізде кабачоктың өзі де сулы болып келеді, сондықтан суды көп қоспаймыз. Дәміне қарай тұз қосамыз. Барлығын жақсылап араластырамыз. Тұзымыз кабачокқа жақсы сіңу үшін астын қышылар. Біз тұзын қостық, дәміне қарай кабачогымыз салдық, пиязымызды салдық, сәбізімізді, чесногымыз бәрін салдық. Енді осылай оттың астын басамыз. Бір шамамен 20-25 минутқа жай отта қойып қоямыз. Біздің кабачогымыздың суы бөлінеді. Және пиязымыз жұмсарады. Сәбізіміз жұмсарған кезде уже можно ары қарай этапты көрсетемін. Барлық овощилардың барлығын блендерға салдым. Енді қазір осы блендерда айналдыратын боламыз. Барлығын осы блендерда айналдырып жатырмын. Осы блендерім құдайға шүкір жақсы. Күшті айналдырады. Теперь ждем. Қараңыздар, қандай консистенция. Осы крем суптың үстіне де сливкімізді құямыз.
Бізде крем суп дайын болды. Сандагреге ретіне осында менде тыквенные семечки бар екен, соны қосамын. Біздің суымыз дайын. Міне біздің кабачоктан жасалған крем суымыз дайын болды. Міндетті түрде жасап, қайталап көріңіздер достар, өте оңай жасалынады. Маған өте қатты ұнайды, жеңіл әрі. Бұл жерде бізде С витамині өте көп. С витамині ол бізге иммунитетке, теріге өте жақсы әсер етеді. Терілеріңіз өте әдемі, балғын болады. Сонымен қатар В6, В12 деген витаминдер бар составында. Міндетті түрде кабачокты егер бұлай өзін жей алмасаңыздар, міндетті түрде осы сорпасын жасап көріңіздер. Сорпасы ұнауы керек. Міндетті түрде ұнайды. Вот аминка на фоне. Міне достар, бізде крем суп осындай болады. Араластырған кезде сливки мен прям күшті. Сливки көп процент қалмай қойыңыздар. Міне достар, бізде сорпамыз дайын. Крем суп. Дәмді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Амина, хочешь попробовать? Деп айт. Супер. Супер де. Супер. Крем суп супер де. Кімші. Болды, бір болды. Шоколад. Супер. Крем суп. Шоколад.